дастархан жайып, сол аруаққа бағыштау ниетінде болса, шариғатта құпталады. Ал егер жоқ, ертең ұят болады, ертең туысқандары әңгіме айтады, анау бәленше өсек болады деген содан қорқып істейтін болса, бауырлар, бұл сауап бармайды. Әлгі мәйітке не? Әруаққа сауап бармайды. Түсіндіңіз ба? Ниетке байланысты. Сол үшін ниетті дұрыстау керек ше. Та ниетіңізді былай көру. Жетісі істемесең, үйде бір уайым келеді, қайғы келеді деген секілді бар ғой. Немесе бір парызды орындамай қалдым деген нәрсе жүрмейді. Шариғатта ол нәрсе жоқ. Істесеңіз, сауап ниетінде жақсы амал. Істемесеңіз айыпталмайды. Егер де 7-сі, 40-ын, жылдығын беретін болса, қандай ниетпен? Алланың ризалығы үшін осы дастархан жайып, оның сауабын сол мәйітке бағыштау ниетінде дастархан жаятын болса, әлбетте бұл не? Сауапты іс. Енді біз біреу ниетіне жауап бермейміз, бауырлар.